Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін пломбир тортын жасайтын боламыз. Қыздар, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен достар, біз кремін жасап аламыз. Кремге, міне сүтке мен қантты, кукурузный крахмалды және ванилинді араластырып барлығын салып, енді осыны үстіне жұмыртқа салып, жай отта араластырып отырып қоюлататын боламыз. Тынбай араластыратын боламыз, қыздар. Қараңыздар, міне қоюланып келеді. Дәл осылай қою болғанша араластырып, сосын астын өшіреміз да, тағы да бір араластырып, бұны басқа ыдысқа салатын боламыз, достар. Міне қоюланып әбден болды. Бізде крем дайын десек те болады. Енді осы кремді басқа ыдысқа салып, барлығын бетін пищевая пленкамен жауып қоятын боламыз. Және дәл видеодағыдай жасаңыздар. Пленканы бетіне тиіп тұратындай етіп жабатын боламыз. Сосын бұны салқын жерге қойып қоямыз. Қараңыздар, беті барлығы тиіп тұру керек. Дәл осылай жасап, салқын жерге қойып қоямыз. Әбден суы керек. Енді біз тестасына кірісетін боламыз. 2 жұмыртқаны осылай жарып, бұны әбден аппақ көпіріп болғанша миксерлейтін боламыз. Дәл осылай миксерлеп, мына көрдіңіздер ма, достар, аппақ көбік болғанша миксерленді. Енді осыған сгущенкамызды саламыз, және де сармайымызды салып, тағы да бір рет миксермен араластыратын боламыз. Жай скоростьта араластырамыз. Сонда біздің тортымыз өте үлпілдек болып, әдемі болып пісетін болады. Енді біз сухой ингредиент дейді, соларды араластыратын боламыз. Бұған ұн, какао, разрыхлитель және де шымшым пищевая сода салдық. Сөйтіп барлығын електен өткізіп, миксерлеп, бір қалыпты болғанша миксерлейтін боламыз. Енді дәл осы қағазға мен 23 диаметрде сызып барлығын дайындап алдым. Осыған 2 қасықтай столовый ложкамен 2 қасық тестамызды салып, әдемлеп осылай жайып шығатын боламыз. Менде примерно 7-8 корж шықты. Дәл осылай жасап аламыз. 7-8 минутта пісіп шығады. Қыздырылған, алдын ала қыздырылған пеште. Міне қараңыздар, менде барлығы пісіп шықты. Енді креміне кірісетін боламыз. Мен сливкиді алдын ала дәл осылай қоюланғанша миксерлеп аламын. Осы миксерленгенге сливкемізға біртіндеп 1 қасықтан, 2 қасықтан сала отырып қоюлатамыз заварной кремімізді. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Қараңыздар, мен осындай кольцода жинаймын. Барлық кремімді салып, әдемлеп, барлығын салып, барлық коржымызды дәл осылай жинап алатын боламыз. Қараңыздар, біртіндеп салып, кремімізді, одан қайтадан коржымызды салып, кремдерімізді жағып аламыз. Сол барлығы жағылған кремді толығымен кольцодан снимать етіп, барлығын дұрыстап, кремдердің бетін дұрыстап жағып, оны морозильникке, біз шоколадымызды дайындап алғанша морозильникке қоя тұрамыз бір 30 минуттай. Енді
Достар, менде мынау Қазақстан шоколад. Осы шоколадты теркадан өткізіп аламыз, мелкий жағымен, кішкентай жағымен. Сосын тортты ұстап тұрып, оған барлық шоколадты жағып шығатын боламыз жиегіне. Менде қазір мына жерде ыңғайсыз болып тұр, қолыма дұрыс ұсталынбай. Дұрыстап осылай қапталын барлығына жағып шығамыз. Барлығына сеуіп, және де қапталына. Енді бетіне какао себетін боламыз. Барлығын жауып, какаомен дәл осылай қалыпта сеуіп шығамыз. Енді беттерін өз қалауларыңызша әсемдеуге болады. Мен үйде барымен әсемдедім. Апельсинмен кесіп осылай әсемдедім. Менде және үйде мастикадан жасаған гүлім болатын. Осы гүлдерімді де қойып шықтым. Әдемілік үшін өздеріңіздің қалағандарыңызбен жасауға болады. Енді қараңыздар достар, кесіп көрейік. Қараңыздар, өте керемет, нәзік, кремі деген мороженое сияқты. Дәмі өте керемет достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді күшті, қазір сіздерге көрсетемін. Қараңыздар, қандай жұмсақ, өте керемет. Күшті сіңген.